Бүгін Семейде облыс орталығының аумағын санитарлық тазалау және абаттандыру бойынша 2 айлық науқан аясында сенбілік басталды. Таза табиғат сенбілік аясында қалалық аумақты тазартуда Семей қаласының әкімдігінің бөлім қызметкерлері, еріктілер, қала тұрғындары, шағын және орта бизнес өкілдері бірлесіп Қарағайлы шағын ауданын, Знаменка тасжолын, Бобровка кентін қатты тұрмыстық қалдықтан тазартуда. Сенбілікке қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов және қалалық мәслихат депутаттары да қатысуда. Қоқыстар шығарып жатырмыз, және де өздерің көріп отырғандай бүкіл қаланың ішінде үлкен қоқыстарды теру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұнда бүкіл әкімшілік қызметкерлердің барлығы қосылды, және де мәслихаттың депутаттары қосылды, бүкіл облыстық басқармалардың басшылары, қызметкерлері барлығы жұмыс істеп жатыр. Біз осы бостықты алдық, ал қалған әкімшілік қызметкерлері өздерінің ретінде 14 секторға бөліп қаланы, сол 14 секторды бүкіл әр бөлім қарастырып жатырмыз. Сенбілікке барлық меншік нысандағы мекемелер мен ұйымдардың ұжымдары шықты. Қаланы тазалау мен абаттандыруға өз үлестерін қосуға тілек білдірген жанашыр азаматтарды шет қалмады. Номер 7-ші округтан қалалық мәслихатқа сайландым, депутат болып. Мен өз бағдарламамда айтып өткен бір пунктта әдемі және таза қала туралы. Бүгін облыс әкімінің жарлығымен біз қалалық мәслихат депутаттары Сенбілікке келіп отырмыз. Құрметті семейліктер, жерлестер, жастар, өз қаламызды таза ұстайық. Өйткені біздің қаланың болашағы біздің қолымызда. Қала әкімдігінің қала аумағын ретке келтіру жөніндегі бастамасы Семейдің тазалығына үлес қосқысы келген барлық тұрғындарды біріктірді. Қала әкімдігі таза табиғат 2 айлық науқан аясында қала тұрғындарын белсенді болуға шақырады.